Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде 118 сабақ сын есім. Сын есімдерді ажыратамын, сурет бойынша мәтін құрастырып жазамын. 59-шы жаттығу, мәтінді көшіріп жаз. Ертіс үлкен өзен. Оның бойынан сәулетті қалалар салынған. Ертіс жағасының құнарлы топырағы мол өнім береді. Мәтіндегі сын есімдерді тап, олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын айт. Мәтіндегі сын есімдер үлкен, сәулетті, құнарлы. Бұл сөздер үлкен сөзі, өзен, үлкен өзен. Өзен сөзімен байланысып тұр. Сәулетті сөзі қалалар деген сөзбен байланысып тұр. Құнарлы сөзі топырағы сөзімен байланысып тұр. Алпысыншы жаттығу, сызба бойынша бір зат есімге қатысты бірнеше сын есім тауып айт. Тақтай, дала, көл. Үлгі. Тақтай. Жалпақ тақтай, қалың тақтай, тегіс тақтай. Дала. Кең дала, жазық дала, құмды дала. Көл. Сасық көл, терең көл, тұщы көл. Алпыс бірінші жаттығу, жұмбақты оқып, шешуін тап. Түрі шар сияқты, түсі қып-қызыл, дәмі бал сияқты. Жауабы шие. Сын есімді тап. Жұмбақтағы сын есім қып-қызыл. Қып-қызыл сөзін астына сызамыз балалар. Алпыс екінші жаттығу, шиені сипаттап, мәтін құрастырып жаз. Шиенің түсі қызыл, дәмі қышқылтым болады. Шие дөңгелек шар тәріздес болады. Шие бауыр ауруларына таптырмас ем. Балалар, осы каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.
63-ші жаттығу: мақалдарды жадқа жаз, мағынасын түсіндір. Бірінші мақал: мәуелі ағашқа тас атпа. Яғни жемісті ағашқа тас атуға болмайды. Себебі балалар, жемісті ағашқа тас ататын болсақ, ондағы жемістер жерге түсіп ысырап болады. Екінші, берекелі елден мереке кетпес. Яғни берекелі үйде үнемі мереке болады. Сын есімдердің астын сыз. Сын есімдер: мәуелі, берекелі. Осымен сабағымыз аяқталды балалар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.